Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мынау свет тексеретін кісілерге айтатыным, мынау енді үйіме келсеңіздер, мен сіздерді сотқа беремін. Өйткені себебі мен төлеп отырмын светімді. Ол разница шықса, мысалы шамасы келгенше төлеу керек. Мынау тілхат беріп, шамасы келгенше төлей бересіздер деп бастығы өзі рұқсат еткен. Мына кректің бастығы және мынау жарықтың бастығы. Енді айтайын дегенім, мынау 9000 теңге мынау светке қазық деп мынау төлесін деп айтып кеттіңіздер. Жаңа мен райсовезге кеткен болатын, сол екі орталықта үйге келіп. Енді мынау сіздер төлемей атқан мынау шенеуліктер, билік өкілдері, солардың үйіне сіздердің барғандарыңызды көрген жоқпын осы кезге дейін. Ол кісілер төлеп атыр ма? Мына мейрамханасы барлар, сосын мынау тойханасы барлар, магазиндері барлар төлеп атыр ма? Вот осыда болып тұр мәселе. Бір инвалидтерді, сосын төмен отбасы, тұл жетім, көп балалы аналарды тауып алғансыздар. Мына газ мекемесі де сондай, свет мекемесі де сондай, мынау интернет жөнінде де сондай. Мынау заңды орындайсыздар ма? Бәріне бірдей орындаңыздар, бәрін үйін аралаңыздар. Бар, әкімнен бастаңыздар. Депутат, әкім, басшылар барлығын үйлерін аралап, уведомление қағаз беріңіздер бәріне. Мынау сіздердің мен судың жаңа мекемесі болсын, светтің мекемесі, газдың мекемесі, мынау телефонның мекемесі, сіздер мен мынау әкімнің үйіне кіріп төлеңіз. Жаңағы суыңызды, светіңізді, не болмаса депутаттың үйіне кіріп суыңызды, светіңізді төлеңіз деп атқан, мен үйіне кіріп атқан бір жаңа электрик, не болмаса бір жаңағы контролерді көрген жоқпын. Кәсіпкердің, бизнес өкілдерінің үйіне бар, қағаз толтырып. Немене, күндеріңіз 9000-ға қарап қалды ма? Кім кеп кеткен? Мен көргенде жоқ. Мысалы, бір мынау жағдайлар болған, мысалы, контролерлар бір ауылға барып, біз газданбыз, суданбыз, светтенбіз деп 2000-нан жинап әр тұрғыннан. Сіз, мысалы, мен көрген жоқпын. Подтверждающий документіңізді, мысалы. Сіз көше аралап жүрген бір ол мекемеде істемейтін бір кісілер шығарсыздар, мен қақтан білеме оны. Шел жарықтың мекемесіне айтатын. Енді тағы контролерлар келетін болса, мен камераға түсіріп, мен жаңағы сотқа, прокурорға арыз жолдайтын болам. Өйткені себебі мен төлеп отырмын светімді, аймайы. Ол жаңағы остаток жөнінде өтініш жазсаңыз, осындай жаңағы болады, бөліп төлеуге деп өз басшыларыңыз рұқсат еткен. Мынау Мелдебек Серік деген. Сіздер шенеуліктер, депутаттар, басшылар, әкімдер, директорлер, солардың үйіне бастаңыздар, контролерлар сіздерге айтатын. Шел жарықтың басшысы. Заңды орындайсыздар ма? Кодексті орындайсыздар ма? Бәріне бірдей орындаңыздар. Орындай емессіздер ма? Әлеуметтік осал топты қинамаңыздар. Төлеп атырмыз біз. Әйтеуір 5000 болса да, 10000 болса да, 20000 болса да. Қыспаққа ала беру деген білесіздер ма? Ол қайға апаратын? Тойханалар, мейрамханалар иелері, сосын жаңағы басшылар, әкімдер, депутаттар, солардың барлығын заң өкілдерінде жұмыс істейтін кісілердің барлығын үйін аралап, бәріне контролер жаңа не берсін. Мен талап етем. Уведомление, хабарландыру қағазда. Не деген соң, не деген масқара бұл? Төлеп жүрген адамға кеп үйіне кеп тықақтай беру деген. Әлде әдейі істеп отырсыздар ма? Дұшпандықпен. Осы мәселені Қызылорда облыстық
крек басшысына және шиелі жарықтың басшысының назарына ұсынамын осы видеомды. Мынау свет жиі өшеді. Звондасаң операторлар дұрыс жауап бермейді, алмайды телефонды. Осы мәселе бойынша да заң аясында тексеру жұмысын жүргізуді сұраймын.